буындар. Міне бұл буын мысырлық кезеңде тарихшылардың айтуы бойынша перғауындық билік бір жарым ғасырға Гиксос деген халықтың қолына өтіп, сол заманда Юсуфтың сол жаққа келіп жетуі ұйымдастырылған Алла Тағаланың жазмышында. Сол патша Юсуф пайғамбар қасында болып, сол елдің қаржы министрі болды Юсуф алейхиссалам. Басынан өткен көптеген тағдырдан кейін жалпы патша да иманға келді. Сол патшаны Алла Тағала Құранда патша деп атайды, перғауын деп атамайды. Кейін перғауындықтар қайтарған билікті тартып алады, бір жарым ғасырдан кейін. Сөйтіп олар Израиль ұрпақтарын отарлайды. Саналарын, физикасын жалпы құл қылады. Перғауын өте шектен шыққан, астамшыл, мен құдаймын деген өзінің ұлтын Израиль ұрпақтарының үстіне көтеріп, оларды құл қылуға тырысып, өте қиын жағдайға салады. Күндіз түні азаптың астында, бейнеттің астында қалады. Дәл сондай дәрежеде болмаса да, бізге де сондай отарлау саясаты жасалды. Арғы түбінде иманнан түк қалдырмайтын халықты жасап шықсақ деп. Өйткені біз бағанағы ардақ бауырымыз айтқандай, жаңағы 40 қасиет, бізде иманның күллі қасиеті бойымызға сіңген. Осы қазақ даласында қазақ ұғымы Құран деген қасиетті ұғыммен байланып, сондай бір керемет тәуелсіз еркін, Құдайды күллі нәрсенің үстіне қойған, жеті жарғы деген заңымызды билер шығарып, Алланың разылығына жету деген жолда өмір сүрген бір керемет халық едік біз. Осы нәрсені көре алмағандар, кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Мединада мемлекет құрып беріп жатқан кезде Алласы, сол мемлекетті көре алмаған анау жақтағы Византия империясы Ираклий өзінің қол астына қаратып үлгерген кейбір араб тайпаларын қоздырып, үлкен бір Муъта деген шайқас болған. 100 000 әскерді алға салып қойып, сахабалар сол кезде 3 000 әскермен қарсы тұрып жүр ғой, ойлаңыз. Холид ибн Валидтің жұлдызы жанған кез. Менің айтқым келетіні, бұл иман деген нәрсе, Міржақып ағамыз айтқандай, Аллах жаққан кеудеде оты болса деген иманда, Алла жаққан от деген бар. Немесе мұнафықтардікі секілді пайғамбарымыздың замандағы өздері өтірік жаққан от бар. Сөніп қала беретін. Оғанда Алла Тағала сондай мысал келтірген. Алайда Алла жаққан кеудеде оты болса, су бүріккенге пенденің қайтып сөнер деген. Тамшы қана қалғанша шыбын жана, жігіттер білген жұмсап көрер деген осындай керемет рухты халық едік біз, шын мәнінде. Ол рухты әлі біздің халқымыз лайықты деңгейде бүгінгі киноға да келтіріп үлгеріп жатқан жоқ. Кеңес үкіметінің саясаты біраз жұмыс жасады бізбен. Біз жеңілдік. Жалпы біздің ішімізде бұған қарсы керемет әрекеттер жасағандар болды. Шейіт кетті бәрі, қаншалаған ғасырлар аттың үстінде өтті Абылай хандардың заманына қарасаңыз. Жаңағы Кенесарылар мысалы. Сол Кенесарының басын іздеп жүрдік біз бәленбай жыл. Сөйтіп Алла Тағала оның Құранын тауып берді бізге. Біз басын іздегенде Алла Тағала Құранын тауып берді. Қараңыз. Сол Алланың ымды түсінбеген дымды түсінбейді дейді. Неге біз түсінбейміз Алла Тағаланың ымын? Мен жаңағы айтқым келіп тұрған, Израиль ұрпақтары Алла Тағала оларға тәуелсіздік алып берді. Сөйтіп олар теңіздің артына
құтқарылып шығарылды. Алла тағала Құранда айтқандай, перғауын да, әскері де күллісі суға батырылды. Соншалықты құлдық санада қорқып өскен халық перғауынның шын мәнінде өлді ме екен, өлген жоқ па деген күмәнда тұрған халық қой, өмір бойы қорқып өскен. Біздің де анау Сталин деген заманда қамтып үлгерген ақсақалдардан сұрасаңыз, қандай болған? Сіз білсеңіз, сол Сталиннің заманында мына есіктің тұтқасын қалай бұраған қазақтың. Сталин көріп тұрғандай бұраған. Сол замандарда бұралған 2000 жылдарға дейін сол есіктердің шуруптарын көріңіз, қалай қыптым-қыптым болып тұр. Қазір бұрасаң босап шығып қалады ғой. Ол сондай уақыт болған. Сонда жаңағы перғауынның денесін судан бері қарай шығарып, өлгенін Алла тағала көрсеткеннен кейін той-тойлайды ғой енді. Сонда мына нәрсені қараңыз. Тәуелсіздік, елестетіңіз, тәуелсіздік алды. Сөйтіп олар бір ауылдың қасынан өтіп бара жатыр. Біздің халықпен салыстырып отырмыз. Шәкәрім атамыз ескі иман деген сөзді айтқан. Иман тозығы жетіп, әйтеуір Алла дүние үшін ғана керек болды. Түсіндіңіз ба? Алла не үшін керек? Дүние сұрау үшін ғана керек. Осындай жағдайға біз көп байымыз ұрындық қалдық. Іштерімізде Алла тағала өзінің рахымымен аман сақтап қойған жандарды айтпағанда. Сонда жаңағы Исраил ұрпақтары перғауыннан құтылғанын көріп, осындай бір ауылдың қасынан өтіп бара жатады. Ол ауылдың адамдары бір мүсіндерін қойып, сол мүсіндерін айналақтап жүр екен. Елестетіңіз. Енді Исраил ұрпақтары мынау, перғауынына, Алла тағала перғауынды суға батырып құтқарған, ол судың алдында қаншалаған мұғжизаларды көзімен көрген халық. Мұса не ойлайды? Енді қаншама мұғжизалардан кейін сіңді ғой иман, дұрыс па? Сонда ескі иманды шын иманға қарай ояту мәселесі. Осыны ойлаңыз. Ескі иманды шын иманға. Шын иман деген сөзді Шәкәрім Құдайберді ұлы атамыздан алып отыр. Енді бір кезде жаңа халық былай дейді ғой. Ей Мұса, ана халық өздерінің бір мүсіндеріне, құдайларына сыйынып жатыр екен. Қараңыз. Сосын бізді салыстырайық, өзіміз салыстырып отырайық. Бізге солардың құдайларындай бір құдай жасап берсеш дейді ғой. Сіз түсіндіңіз ба, отарлау деген нәрсе не? Отарлану деген нәрсе не? Тәуелсіздік алған кезде сіздің денеңіз, нәпсіңіз, көңіл қалауыңыз, шахаватыңыз, талантыңыз, қабілеттеріңіз ғана тәуелсіздік алған. Санаңыз құл. Сананы алып қойған болды. Сана не деп жатыр Мұсаға? Бізге аналардікіндей бір құдай жасап берсеш дейді. Сол кезде Мұса өзінің халқына жаны ашып, шынымен десеңдер, ақиқаттан бейхабар білімсіз халық екенсіздер дейді. Мүшрик, кәпір, пасық деген сөзді айтпайды. Халық отарланып қалған, жарақаттанған, түсіндіңіз бе? Сондай дәрежедегі халық отарланған халық деген нәрсе. Енді сіз осымен салыстырып қараңыз. Абайдың қара сөзі осы қазақты сөгеді ғой. Бүкіл 40 сөздеріне қарасаңыз, бір жақсы жағын айтқан сөз таптыңыз ба сол қара сөздерде? Ол ескі имандағы қазақты сөге отыр. Мысалы, кімде кімнің дейді, дүниеге деген қуанышы, ақыретке деген қуанышынан басым болса, кімнің дүниеге деген қайғысы, ақыретке деген қайғысынан басым болса, ол мұсылман емес дейді. Мұсылман емес дегені шын иман деген нәрсе болмайды. Ескі иман. Алла бар, Алла дүние үшін керек дейді. Сол үшін Құранда сіздер білесіздер, Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар деген дұға бар. Раббымыз бізге дүниеде де жақсылық бере көр,
не жақсы болса соны бер дейді бізге. Бізге ақыретте де жақсылық бергер және бізді тозақ азабынан сақта деген шын иманның дұғасы. Ал оның алдындағы мысалда Алла тағала айтады: "Фаминен наси ман яқулу раббана атина фид дуния". Адамдардың іштерінде мынандайлар бар. Ескі иман. Раббымыз бізге дүниеден берші. Бала бер, кәсіп бер, мансап бер, тыныштық бер. Әйтеуір осы дүниемен байланысты нәрсе ғана. "Ва ма лакум фил ахирати мин халақ" дейді Алла тағала. Ақыретте оларға ешқандай үлесі жоқ. Сондықтан шын иман деген нәрсе ол ақыретпен байланған иман. Ақыретпен. Оны тек қана Құдай мен Құран байлайды. Алла тағала Құранда сол үшін біздерге айтады: "Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат қулубухум". Шынымен де мұъмин дегендер олар тек қана мыналар. Қашан Алла естеріне түсірілсе, жүректері қорқып кетеді. Ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана. Қашан оларға Құраннан бір аят оқылса, имандары кемелденеді. Ва аля раббихим ятаваккалун. Сондай-ақ күллі жағдайларда, қиын жағдайларда Раббыларына тәуекел етіп сүйенген адамдар дегендей. Мысалы бұны улаика хумул муъминуна хаққа деп Алла тағала аяттың соңында айтады. Нағыз иман келтіргендер осы дегендей. Ар жағында 5 уақыт намазы бар. Және де біз берген ризықтан жұмсайтындардан дейді. Сонда шын иман. Біз тәуелсіздік алғаннан кейін бізде жаңағындай денеміз, тәніміз, көңіл қалауымыз, спорттың қай түрімен айналасың десең айналысасың, саудамен айналыссаң болады. Әйтеуір денемен байланысты, дүниемен байланысты тұрғыдан тәуелсіздік алғанмен санаңды Құдайдың алдына барып бүйтіп тапсырмадың әлі. Раббым, мен сені кімін деген мағына. Міне осы саналарды азат ету үшін Алла тағала Құранды түсіріп, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жіберіп отыр ғой. Көрдіңіз бе? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жіберіп отыр. Ол халықта сондай ескі имандағы халық еді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла тағала айтқан кезде оларға: "Қул", айтуа пайғамбар оларға: "Мән ярзуқукум минас-самаи вал-ард". Пайғамбар айтшы оларға: "Кім сендерді көктер мен жерден ризықтандырып жатқан? Кім сендердің көру қабілеттерің мен есту қабілеттеріңнің иесі? Кім өліден тіріні шығаратын, тіріден өліні шығаратын? Кім жалпы қорыта келгенде юдаббирул амр, күллі істі басқаратын көктер мен жердің арасындағы?" Саяқулун Алла. Сол кезде олар айтады: "Алла" деп. Көрдіңіз ба? Алла бар. Алла тек дүниені сұрау үшін ғана керек. Басқа уақытта Алламен ешқандай байланыс жоқ. Қайта тірілтетіні, өлімнен кейін қайта тірілу, Алланың алдына бару деген. Сол секілді мынандай Құдаймен байланысқан істе де ескі иманның өкілдерін тартамайсыз көмекке. Қанша шақырсаңыз да ол жаңағы сөздерін айтады, өздеріңіз білетін. Завод салмай ма, анау салмай ма, дүниеден асамайды. Залика маблағуху минал илми. Барлық жеткен ғылым, білім деген ұғым оларда осы дүниемен ғана шектелген. Ва хум анил ахирати хум ғафилун. Ақыреттен таза бейқам дейді. Сол үшін шын иман деген нәрсе қазір бізде мынандай нәрселер де болып жатыр. Тәңіршілдер ескі иманның қамқорлыққа алынбағаннан кейінгі шыққан туындысы шайтанның азғыруымен әлі де неше түрлі нәрселер шығуы мүмкін, ықтимал. Кепілдік жоқ. Қаншалаған қазақ біз білмейміз. Қазір осы жерде мына санды көріп отырмыз. Тура осындай қазақтың саны бар. Кришнаиттердің мектебінде жүр. Тура осындай қазақтың саны бар. Тақия мен шапанын киіп баптист болып жүр. Болды. Көрдіңіз ба? Біз бұны біліммен қамтып, қамқорлыққа алып үлгермей жатыр. Өзіміз енді ғана сапқа тұрып жатырмыз мына тура жолдың. Білім ғылымның өзінің жөнін үйреніп дегендей. Сондықтан
біз жаңағы тәуелсіздіктерді алып жатқан кезде Алла тағала жаңағы өзіңіз мына естіп жатқан Нұр Мүбарактың жерін таңдап қойған. Сол кездегі екі президенттің көңілдеріне сала салды көкейлеріне. Ол екеуі де Нұр Мүбарак деп әйтеуір екеуінің аттары Құранның атына ұқсас болғаннан кейін сипатына Нұр және Мүбарак. Сол университет сол оның орнына дейін таңдаған Алла. Ешкім қатысқан жоқ ол жерде. Жаңағы адамдарды пайдаланып. Керемет төрге көтеріп қойды ғой атауға. Керемет төрге көтеріп қойды. Ар жағында Казгу деген нәрсе төменде қалып қалды. Өзіңіз ойлаңыз, дүрілдеп тұрған. Казгуге рух берсін деп. Кез келген дүнияуи пән өзінің лайықты мақсатында жұмыс істемейді. Оған Құран деген рух кірмейінше. Сондықтан қазір сондай біреулер айтады. Бұл алаштықтар, олардың Алламен ешқандай байланысы болмаған дінмен. Олар тек қана ұлт деген нәрсе. Сөйтіп бізді басқа бір ойларға әкетпекші. Ахмет Байтұрсынов атамыз жаңағы кеңес дәуіріндегі кеңестік билікті пайғамбарымыздың заманындағы ләт пен манат мүсіндеріне теңеген. Сонда Ахмет Байтұрсынов ағамыз айтады: ұмытпа Құдайды да, Құранды да. Кіммен байланысты болған адам екен? Ұмытпа Құдайды да, Құранды да. Бас ұрма ләт, мәнәт ағашына. Ләт, мәнәт ағашы пайғамбарымыздың заманында мүсіндердің атауы болса, кейінгі замандарда ол мүсінге табындырмайды сізді. Бір жалған идеологияны сізге алып келіп, санаңызға орнатады, сол сіздің құдайыңыз болады, болды. Сіз басқаша ойланамайсыз. Сол идеологияның жолында қаншалаған еңбектер жасадық біз 70-80 жыл бойы. Небір терілерді төктік. Енді Құдай тағала бізге, енді дәл соны мен үшін орындап берші деген кезеңде әкеп отыр ғой қазір. Кезінде Сталиннен қорыққанымда ауыстырдым мен. Міне. Сенің жеңілгеніңді білдім, қазақ халқы. Сен жеңілдің. Алдымда сендерге тәуелсіздікті бердім, Израиль ұрпақтарына бергендей. Мұсылман деген атым қалды. Иманың тозды. Ақыретпен түк байланысым жоқ. Сол кезде осы алаштықтардың өзінің жаңағы сөздерді айтып, оятуда қай жақ оятады, соны түсінуі керекпіз ғой бірінші. Отарланған құлдық санадан шын иманға қарай ояту. Сен бір жақты қараңыз. Құдайды да, Құранды да сүймейміз. Сүю бар ма, жоқ па? Қазіргі халықта Құран мен Құдайды сүю бар ма, жоқ па? Кім оятады? Кім болған оятатын адамдарын жасайды? Жаңағы университетте айтып отырған. Кім оятатын адамдарды жасайды? Кім жаңағы сүюдің жолындағы Абайдың мына сөзін кім орындайды болашақта? Сол адамдарын жасау керек. Мысалы Абайдың мына сөзі: махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті деп отыр. Осы адамды жасау керек, осылай сүйеді. Адамзаттың бәрін сүй, бауыр. Түгеліне жақсылықтан басқа нәрсемен қаламаймын. Зиянға халқымды қимаймын. Шетелдің ешбір жалған ой пікіріне, қылығына қимаймын қазақты. Қалай қиям мен бұл халықты? Кім ол азаматтарды жасайды? Кім тәрбиелейді? Кім қандарына сіңгізеді осы нәрсені? Шын мәнінде Құдайға берілген қазақ деген бес әріптің, Құран деген бес әріпке байланған халықты кім жасайды? Болашақты Құдайға тапсырып қоямыз біз. Біз жаңағы Міржақып атамыздың айтып отқан сөзінен әлі асқан жоқпыз. Ол кісі айтады: Құранды да, Құдайды да сүймейміз. Сонда не бар біздің санамызда? Десек, сұлу көрсек, оңашаға сүйрейміз. Қара, тәннің тәуелсіздігі. Санаң Құдайдікі болмағаннан кейін, Құдайға құл болмағаннан кейін, санаң ана қызды ойлап бара тұр ғой. Қара, сұлу көрсек, оңашаға сүйрейміз. Біз құтылдық па бұл нәрседен?
Құдай осыдан құтқарғысы келеді. Қыздың артынан мен кетіп бара жатқаннан кейін ненің құлымын мен, өзің ойла. Ненің құлымын? Кешегі Абылай ханның тарихы, кешегі қырылған қазақтар дұшпанның жолында мысалы соларды тоқтатамыз. Сонда менің мына қыздың артынан кетіп баратуым үшін жасап кеткен бе мына жерді? Енді мен осындай санада болсам, менен кейінгі буын қандай санада болады деп тұрсыз? Құдай өзі жасайды дейсіз бе? Алла тағала сіздің еңбегіңізді күтіп отыр. Құдайды да, Құранды да сүймейміз, сұлу көрсек оңашаға сөйлейміз, жыртан қалжың айтып күлеміз. Әлеуметтік желінің бәрі осы емес пе? Дизлайк пен лайктан басқа түк үйренген жоқпыз біз. Бар бітіріп жатқан нәрсеміз сол да. Тыртың тойды көрсек билейміз дейді. Міне қазақтың мінездемесі. Резюмең қай жұмысқа жарайсың айтшы. Міржақып атаңның беріп кеткен резюмесі. Сондықтан Алла бұл Құранды түсіргеннен кейін бұл өте үлкен еңбек. Бұл Құран әлемді қопару үшін түскен Құран. Күллі жердің бетіндегі саналарды өзіне қарай, Аллаға қарай азат етуге келген Құран. Сахабаларда сондай сөз болған. Құлдарға деген құлдықтан, құлдардың қожайыны болған Аллаға деген құлдыққа қарай шығаруға келгенбіз дегендей. Тәуелсіз. Қазақ деген ұғымның өзін қазір зерттеп айтып жатыр. Кезінде қыпшақтар қолданған сөз деп. Тәуелсіз. Күллі нәрседен арылған, мұжаррат. Аллаға берілу үшін оған қайшы келген нәрсенің бәрінен арылу керексің. Арылмасаң толыққанда Аллаға адал бола алмаймыз біз. Бәлкім болашақ буын бізден 10 есе, 100 есе мықты болады. Болашақтың ғалымдары да, ұстаздары да біздер сияқты емес. Бәлкім жарқыраған керемет нәрсе болады, сана деген. Зор. Жау шабатын болса, саптың алдында тұратын ғалымдар болады. Саптың бірінші сабында тұрған соқылар болмаса, ол қандай соқы? Соқы деген Құдаймен жолыққысы келіп жүрген адам. Сол секілді бұл университет. Қазіргі күні өзіміздің Құдай деген жүрегі Құдай деп соққан ол қыздар сол жаққа келіп оқып жататын кезде. Олар да білмейді, оларда не күтіп тұрғанын. Ертең қайсы сөздің бір ғалым болып шығатынын да білмейді. Қандай бір үлкен қыз, бірақ біз қамтып сол нәрсені Алладан тілеп, шіркін-ай, осы жерде қазір біз биыл 1000 баланы қабылдаған болсақ, ішінен бір дүрілдеген бір 100 ғалым шықса екен, ертеңгі ие болады мына халыққа. Сондықтан Алла Тағала Құранды түсіргенде сіз ойлаңыз, күллі пәндер осы Құраннан, Құранға қарай қайтатын пәндер болғанмен, Құран деген кітабыңыз сіздің, мен айтайын, бұл сондай мінезі әкелген. Жердің бетінде жоқ ешбір бетке бұл мінез. Бұл ақиқатта келген. Қараңыз, «Вәл нақзифу бил хаққи алал батили». Ей адам баласы, біз бұл ақиқатты Мұхаммед пайғамбардың арқылы сөйлетеміз де жаңағы аятта. Сол ақиқатпен ана сенің санаңда тұрған жалғанды бір соғамыз да паршасын шығарамыз. Онда Алла Тағаланың сананы ең әуелі тәуелсіз ету. Содан кейін сол санаға қызмет жасаған тән болады. Рух. Сол үшін жаңағы алаштықтардың ішінде болған Ғұмар Қараш деген кісі. Сол кісі айтады, Құран шам, ақыл басшы, ғылым құрал. Құралсыз сапар шекпе жолың болмас. Айырылма, жатсаң, тұрсаң, Құранды ұста. Қараңыз не айтып отыр. Кеңес үкіметі сол кездерде 30-шы жылдардағы сөзі. Айырылма, жатсаң, тұрсаң, Құранды ұста. Жол бастар қараңғыда ол бір компас деп жаңа бір сөзбен сізді Құранға қызықтырып отыр. Сондықтан болашақ Құранда.
заман қалай дамыса да дүниеде, есіңізде болсын, бұл дін кәміл болғаннан кейін современный, заманауи даму деген сөздер Құранға жаңалық емес. Өйткені ол кемелдіктің жолы. Кемел. Хуа хайрун мимма яжмаун. Бұл Құран сендердің күллі мына дүниеде жиған нәрселеріңнен де хайырлы. Омар радиаллаху анху айтқанда, егер де біз Алладан үстем болу үшін исламнан басқа жол іздегенімізде, Алла Тағала бізді тек қана төмендетеді деген. Сондықтан қожайының Раббым болғаннан кейін, шын мәнінде сол қожайынға қызмет ететін халық болса, мына жердің асты үстіне Алла Тағала бізге көрсетеді қандай керемет деп. Егер де бір халық, шаһар, мейлі осы қазақ халқы болсын, осы жердегі Аллаға шын иман келтіріп, Алланың айтқанымен ғана жүретін болса, көктер мен жердің берекелерін үстілеріне аша салады дейді. Ал өмірдегі ең маңызды нәрсе Құдайға берілген, елі үшін малында, басында тігетін адамдарды дайындау. Міне бұны тек қана шариғи білім, бұны тек қана рухани білім ғана дайындай алады бұлар. Абай сондықтан айтып отыр, бағанағы үшеуі, Алланы күллі нәрседен артық сүй, күллі қазағыңды сүй бауырым деп. Және де хақ жолы осы әділетті деп осы үшеуін айтқаннан кейін айтады. Ойландағы осы үшеуін таратып бақ, басыңды сал жолына малын төлейді. Міне қандай халық керек. Өзі біреуге 80, біреуге 40, біреуге 50, біреуге 100 жыл бұйыра. Соны Құдай үшін тұрып бере алмасам, мен осы өмірде не керек бұл өмір маған? Алланың маған берген ризығын Құдайдан аяп жасырсам, сараң болсам, не керек ондай өмір маған? Олай болса, Аллаға адалмын ба, жан ба, мал ма, ол түбінде Алланыкі. Осы нәрсені Аллаға қарай жұмсау арқылы ғана біз шын мәнінде мүмкін боламыз. Сондықтан Алла Тағала бізді кейде мұнафықтардың бір қылықтарын айта отырып, пайғамбарымызға анау Мединада, сол арқылы біздің де ішімізді бір сілкіп алады. Қалай деген кезде, өйткені олар ла яътуна ссалата илля кусала. Олар намазға келгенде жалқауланып қана келеді дейді. Сөйтіп біздің ішімізде жалқаулық бар ма жоқ па? Бір сілкіп жібереді. Сосын мал беретін кездерімізде белгілі бір іске пайғамбарымыз шақырған кезде вала янфиқуна илля ва хум карихун. Олар мал жұмсаған кездерінде жұмсайды, бірақ жек көріп, қиналып, әрең деген нәрселер. Олай болса шынайы мұминнің бойында бұндай қасиеттер ешқашан болмау керек. Сендегі нәрсенің күллісі бар нығметтердің бәрі сендегі Алладан. Олай болса, Алладан болса, иншалла. Бұл өмірде ең маңызды нәрсе Алла үшін өмір сүру. Сондай адамдарды болашақта жасау үшін Алла Тағала Құранда пайғамбарымыз айтқандай, «Құл инна солати», айтуа пайғамбар күллі адамдарға айт. Шынымен де менің намазым, нусуки менің шалған құрбандығым, сондай-ақ кез келген осы дүниеде атқаратын рәсімдерім, ва махияя, менің өмірім басынан аяғына дейін, ва мамати, менің өлімім, жан тапсыруыма дейін, лиллахи роббил аламин, әлемдердің Раббысы Алла үшін. Ла шарика лаху. Менің жүрегімде Алладан басқа мақсат жоқ, серігі жоқ. Осы мақсатым Аллаға қалай арналды? Бизалика умирту, маған осылай бұйырылған. Және мен шын мәніндегі мұсылмандарданмын дегендей. Сондықтан қазір бұның аты Нұр Мүбарак сияқты болып тұрса, бұл жаққа басқа жақтан жәрдем келмей, Алла Тағала бұның болашағын сіздер мен біздер секілді шынайы иманы бар жандарға қарай тапсырып, Алла оны басқаша жасай білсе тез жасай салуға Аллаға қиын емес. Алайда
біреулердің имандарын тексеру, Алланың заңдылығы, біреулерге мал беріп, сол малдан бере алам екен, ақыретіне жәннат сұрайм екен, қандай жәннатты сұрайды екен де, осындай сынақтар үшін осындай кезеңдерді өзі ұйымдастырады. Осы кезеңдерде, иншалла, әркім өзінің Алламен екі арадағы ісін туралап алса, пиғылын туралап алса, иншалла, Алла тағала жалғыз нұр мұбарак емес. Болашақта, иншалла, бұдан да үлкен жұмыстарды бітіреді ондай халық арқылы. Есіңізде болсын. Сол кезінде тарихымызда қалай дүрлеген болсақ, мынандай нәрсе бар. Кейбір адамдар айтады, тарихта қарап отқан кезде жылайсың, айтасың, шіркін-ай, кегімізді алсақ деген бір сөздер болады. Солардан кегімізді қалай алсақ екен дегендей. Құл қылып, дінімізді бұзды, үйтті, бүйтті деген нәрселер көп бір реніштер айтылады. Мынандай бір оқиға болған пайғамбарымыз саллаллаху кезінде, пайғамбарымызға түс көрсетіліп, 1400 сахабамен, тақуаларымен қасындағы Меккеге умраға шығады. Зүлхиджа, Зүлқағда айында. Қасиетті айда, сөйтіп солар Худайбия деген жерге жеткен кезде, олардың қарсы алдарынан Мекке мүшриктері отырып, өздерінің қызбалыққа салынып, жолдарын бөгейді. Биыл жібермейді, ертең келесі жылы келіңдер дегендей, ойына не келеді, соны айтады. Жалпы бұл нәрсені Алла тағала өзінің білімімен қамтып қойған, сол жылы олар кіре алмайтын болды дейді, бөгелді. Бірақ келесі жылы кіріп шығасыңдар деген уәде берілді. Келісім жасалды да, сондай сахабалардың көңілінде біраз қиналулар болды. Сондай бір ниетпен келе жатқан еді. Оның үстіне олар бір өздерінің шарттарын айтып, тағы көңілдерін сүретін жағдайлар болды. Алла тағала бұның бәрін шешті. Пайғамбарымыз бен сахабалардың жүректеріне тыныштығын түсірді, ұялатты, олар түсінді. Сөйтіп келесі жылы олар келіп, Меккеге кіріп умраны жасады. Осыны тәпсір кітаптарында айтып отқандар, ана қасиетті айда жасай алмап еді, кәпірлер олардың жолдарын бөгеді. Келесі жылы олардың сол умраны жасай алулары қасиетті айда Алланың олардан кегін алып беру еді. Қарасы. Қысас, ақоссаллаху минкум деп айтады. Енді кегімізді қалай аламыз? Қайтадан Құдайдікі боламыз. Түсіндіңіздер ме? Бүкіл ұрпағымыз, осы қазір 20 миллион санымыз ба, осы Құдайдікі болса, Алла тағала санды көтеріп жібереді оны. Сапалы болайық. Сан деген ол Аллаға оңай емес, қиын емес. Көбейіп жіберу деген нәрсе бар. Сондықтан қайтадан тура жолға Құдайдікі, Құрандікі болатын болса, иншалла, сол арқылы біз кегімізді алдық деген сөз болды. Ал одан басқа нәрсенің бәрі қызбалық, эмоция, бос нәрсе болды. Бітірмейтін айқай-шу. Алла тағаланың құзырында ешқандай қабылданбайды да, ешқандай берекесі де болмайды. Сондықтан кімге жан берді, кімге мал берді, кімге ақыл берді, Алла тағала әркімге өзінің ризық несібесін берді. Кімге қай тұрғыдан шамасы келеді, иншалла, Алла тағала алдымызға осындай бір істі қойып қойған екен. Осы істе шамамыз келгенше әркім жәрдем берейік. Сонда біз Құдай қаласа, Алла тағаланың сынағынан дұрыс өтіп, Аллаға жәрдем беріңдер, сонда Алла сендерге жәрдем береді деген болашаққа еленеміз иншалла. Алла разы болсын баршаларыңызға. Ерлан Ақатай ұстаз сөйлесе, балқисың ғой жүргін, сөйлей берсе